Баршаңызға сәлем. Бүгін біз каштанды отырғызатын боламыз. Оны қазірден бастап, қазан, қараша, салқын түскеннен бастап стратификацияға қояды. Салқын жерде менде арнамда емен ағашын басынан бастап жаңа стратификациялау, қалай отырғызу барлығын мен сол бірнеше видеода көрсетіп өттім. Менде плейлистте жеке емен ағашы деген бар. Сілтемесін сіздерге қосып кетемін. Каштанның да қатты айырмашылығы жоқ. Бірнеше әдіспен отырғызады. Өзім біраз материал, ақпарат іздеп қарадым. Соның ең тиімді деп ойлаған бір түрін қазір сіздерге көрсетемін. Жолдасымның жұмысында бір үлкен апа мен емен жаңғақтарын отырғызғанын естіп, өзінің бақшасынан осындай каштандарды жинап беріпті. Менде мұнда 8 штук бар. Біреу баламды ойнап отыр. Қазір осыны отырғызамыз. Ол үшін бізге осындай бір пластик ыдыс қажет. Арнайы сатып алудың қажеті жоқ. Майонездің, қаймақтың ыдысы болса да жарай береді. Және тағы бір маңызды нәрсе, ол бізде құм. Алдымен жұмыс үстелінің үстін, жұмыс орнымызды осындай бір пакет па, бір зат қолданған дұрыс болады. Мен ауладан осындай ылғалды құмнан салып алдым. Кейбіреулер құрғақтай көрсетіп жатады, бірақ ешбір айырмашылығы жоқ. Нәтижесі сол біреу бір болады. Мына каштандар ылғалды ортада болғандықтан, қандай да бір ылғал тигендіктен оларда көгеріп кету мүмкіндігі бар. Сол себептен мен астына, менде кішкене шұңғылдау екен, астына дренаж саламын. Дренаж ретінде мен осындай емен жаңғағының қабықтарын алам. Егер сіздерде арнайы дүкендерде сатылатын тастар болса, оны да қолдануға болады. Мен әдемі гүлді отырғызып, ыдысына отырған кезде қолданам деп алып қалғаным. Міне таза табиғи өнім. Бұның да сілтемесін мен қосып кетермін. Ал енді біз мынаны құмға толтырамыз. Кішкене осылай батырып басып нетіңіздер, өйткені бізде жаңғақтың қабықтары қалың. Не үшін мен дренаж салып жатырмын, өйткені ол жаңа алдында айтып кеткендей көгеру мүмкін, жаңағы көк түспес үшін, бүлініп кетпес үшін осылай жасаймыз. Міне енді жаңғақтарымызды ішіне сала бастаймыз. Түркияда осы жаңғақтар көшеде қуырылып жатады, қуырып сатып жатады. Өзім жеп көрген жоқпын Түркияда болғанда. Мүмкін біз жаз мезгілі болған соң ба, ондай туристік біз болған жерде ондай сатылмады. Түсірілім барысында бізде бір жаңғақты жоғалтып алдық. Оған бізді лақтырып жіберді, жарайды. Ал айтып кетейін, мен қараған видео материалдарда жаңғақты, осы каштанды жай ыдысқа салфетканы сүлгіні, бір мата сүлгіні алып сулап алады де, соған орап ыдысқа қояды. Оны ашып, суын құйып,
жаңағы көгеріп кетпес үшін ашып желдетіп отырады. Кейде ол күйіп кетуі де мүмкін, ұмытылып кетсе, ал топырақ ылғалды жақсы сақтайды. Сол себептен мен қазір осыны отырғызайын деп жатырмын. Жақсы, біз жаңғақты таппадық. Енді бұны отырғыза береміз. Емендіді мен осылай ыдыстарға салып, бірақ құм емес, әмбебап топырақпен жапқанмын. Күз айында стратификацияға қойып, наурыз, егер тамыры шыға бастаса, ақырын оларды жеке ыдысқа салуға болады. Бұны да осы істейін деп жатырмын. Міне біз осындай кранның суын ба, мен фильтрден алып қоя салдым. Ашылып кеткен жерлері қайтадан жабай. 2-3 күн сайын ба, аптасына бірнеше рет бұны ашып кішкене ауасын ауыстырып отыру керек, яғни жел кішкене кіріп, сонда да мен мына жерін бірнеше жерінен тесіп қоямын. Мен пышақпен тесе салайын, тесілсе. Міне болды. Каштанды ішіне отырғыздық. Енді бұйыртса біз көктемде бұны өскенін көреміз.